Ассалаумағалейкум, көріспегелі біраз уақыт болды. Біз өзіміз жеке әндермен, жеке шығармашылықтармен қолымыз жақсы тимеді. Біраз жаңа клип шығардық. Соны тағы да қарап бағасын бере кетіңіздер. Бүгінгі реакцияда мен кім? DNA бір жаңа ән болды ма, клип болды ма білмеймін. DNA BTS DNA емес. Тұманды қала дейді. Мен әлі көрген жоқпын. Шыққаны бір ай болды. 500 миллион қаралым жинаған. Соны барлығымыз тамашалап реакция түсірейік. Қане? Арамызда шам жанбайды, бүкіл әлем сөніп қалғандай. Менің есімде қалғанша DNA'дегі екі адамның жүзі есімде. Басқадар есімде жоқ. Не барысында не болды ғой? Кастинг болды, сол кезінде барлығын көріп тамашалап жүргенмін, ал қазір көп есімде жоқ. Көп уақыт болды. Атын білмей жатырмын. Мен әлі іздеймін жарық сәулені, бізге тәуелді көзіңе қараймын. Басынан бастап кішкене сөзіне де мән беріп отырған дұрыс сияқты. Арамызда шам жанбайды, бүкіл әлем сөніп қалғандай. Мен әлі іздеймін жарық сәулені, бізге тәуелді көзіңе қараймын әлі де. Жүрегіне жылу тарай ма, ол да тыныштықты қалайды. Бұл қала біздермен ойнайды, ал біз қалайық шынайы боп. Сезімдердің бәрі санынайды, ол да тұрса жөнелай боп. Қалағаныңды орындап беретіндей бүгін. Бірақ жұлдыздар ағып барады, бірақ Есімде мына жер. Беттерінің мейкап күшті. Өкінішке орай біздің клиптерде ондай болмады. Біз қолымызда не бар, сонымен түсірдік. Бірақ та сіздер де қараңыздар, жақсы болды деп өзіміз бағалап отырмыз. Суға чағылысқан бұлай бет жүзі әдем көрінеді. Бұрын бір қайсы топта болды, басқа бір тағда Q-pop бағытында тағы бір топ болды ғой. EQ меді. EQ болу керек. Сол жақсы есімде жоқ, сол бір топта болды. Сосын кейін шығып кетіп, осы соңғы кастингге қатысып DNA'ге тобына арнайы қабылданған. Neutron. Нейтроннан бәлкім мынадан кейінгі куплеттерінде күшті бір рэп бар шығар, мен бір күшті рэп күтіп отырсам. Көзін алдайды, сезім білінбейді, ойлағаннан енді кейін, ойлағаннан енді кейін. Бостандықтан ашқан бұлбұлымды осымда. Сайрашы менің күлгін күндеріме келіп, бәрін өзгерту керек, енінде білесің. Тілектер ағып барады жұлдыздарға дәлесіп, сағыныштыңды дәм береді деріндерің, етенге құлып бара жатқан киімдерің. Осындай сәтте ұмытасың, күнді күдіріс деген әңгімелерді. Қайда кешегі айтқан біздің үй, әлі де үміт бар, бірақ осы түннің соңғы сөзі. Қош бол, мен саған бақыт тілеймін. Жұлдыздар ағып барады, бірақ бұламайды, біздей жыламайды, біздей
би қайда? Би бәлкім керек жоқ та шығар. Сияқты. Тұманды қаланы шығып жарып жүгірейік. Тұманды қаланы шағып. Бітіп жатыр ма не? Crop teaser дейді маған. Мына жер қайырма сияқты. Сосын Неутронның Bridge сияқты. Тұманды қаланы дары деген жер. Мен өз басым бір тыңдап алғаннан кейін қайтадан бір тыңдап барып түсінетін сияқтым. Жалпы сөздерін, мағынасын, ал клиптің жалпы сапасы қалай түсіргені барлығы. Әрине жоғары деңгейде. Ана маған ұнаған жеріне суға шағылысып тұрған сәуле бетіне түсіп тұрған. Тұманды қаланы жарып жүгірейік. Тұманды қаланы жарып шағып жүгірейік. Жас мен тағы да тыңдайтын болам. DNA Juice Entertainment. Сосын соңғы мен естіген жаман хабар десем де болады. AZ-дің 91-нан кеткені өте өкінішті болды. Не себепті екенін білгім келеді. Не болды? Егер білетіндер болса, комментарийға өтінем қалдырыңыздар. Не себептен, неге топтан кетіп жатыр? Не үшін контракт тоқтап жатыр? Әлде жеке шыға ма, немесе басқа топқа бара ма? Не болған маған өте қызықты. Не үшін шығып жатқан өте қызықты. Енді 91-ды арғарай, білмеймін, бір арғарай жақсы елестете алмай тұрмын қалай болатын. Әрине мені қолдап, EST Pro каналына subscribe басып, комментарий қалдырып, сосын кейін арғарай кімге реакция түсірсек жақсы деген сіздер тағы да қосымша айта кетіңіздер. Сосын біздің жаңа шыққан әнімізді, клипімізді көріп, бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Әзірге